Балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 41-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сәулетті біздің Алматы. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Бізге суреттер берілген. Суреттер топтамасы туралы ой бөлісіңдер. Тағы қандай суреттермен толықтырар едіңдер? Мына бірінші суретте Алматыдағы медеу мұз айдыны. Екінші, Алматыдағы көрікті метро. Үшінші, Алматы сая бақтары және паркі бейнеленген. Тағы қандай суреттермен толықтырар едің? Алматы қаласының табиғаты өте көрікті, сәулетті ғимараттар көп және көрікті таулары бар. Тапсырмаға қараймыз. Өлеңдерді тыңда. Өлең ырғақтарына зер салып, өзің де оқуға жаттық. Сәулетті біздің Алматы. Қымбатты қаламыз, сымбатты қаламыз. Қызыға қараңыз, туған үй санаңыз. Құлпырған бақтары, нұр тұнған ақтаңа. Сәулетті біздің Алматы. Қоршаған таулары, жайқалған баулары. Бұлбұлдар шырқаған, су бұрқақ-бұрқаған, алтын күн аспаны, жарқын үн жастары, сәулетті біздің Алматы. Біз әлі баламыз, өскенде қараңыз, сәнді үйлер саламыз, ертегі қаламыз. Кеңейіп көлемі, көркейе береді, сәулетті біздің Алматы. Мұз айдын. Алматы керемет қала ғой. Алатау айрықша дара ғой. Көрікті жерлері жетеді, бірінен бірі өтеді. Көңілді көтеріп демеуге, тура жол тартады медеуге. Бар мұз айдын сырғанақ, құмарың қанбайды мың қарап. Бұл дағы бір түрі жарыстың, келмейді қатардан қалысқың. Үміт боп кеудеде бас бәйгі, үнемі сен алға бастайды. Абдрахман Асылбек. Авторы туралы кішкене танысып өтейік. Абдрахман Асылбек балалар ақыны, аудармашы. Абдрахман Асылбек 1938 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылында туған. Балаларға арналған ойын ойнап, ән салмай, жыр жинағы, тілін жұтқан тауық, жаңғақ жыры және тағы басқа ертегілері бар. Жұмыс. Өлең жолдары. Түсінігіңді қара сөзбен жаз. Өлең жолдары. Қоршаған таулары, жайқалған баулары. Бұлбұлдар шырқаған, су бұрқақ-бұрқаған. Түсінігіңді қара сөзбен жаз. Алматы қаласының құлпырып өскен баулары, қоршаған таулары, бұлбұлдары шырқаған, су бұрқақ-бұрқаған жерлері бар. Алматы керемет қала ғой, Алатау айрықша дара ғой. Көрікті жерлері жетеді, бірінен бірі өтеді. Көңілді көтеріп демеуге, тура жол тартады медеуге. Онда бар мұз айдын сырғанақ, құмарың қанбайды мың қарап. Түсінік. Алматы керемет қала. Алматы Алатау тауымен көрікті. Алматыда медеу мұз айдыны бар. Алматы қаласы сұлу, әсем қала. 5-ші тапсырмаға қараймыз. Жоба жасауға дайындал. Тақырыбы болашақтың қаласы. Ұраны. Біз әлі баламыз. Өскенде қараңыз, сәнді үйлер саламыз, ертегі қаламыз. Кеңейіп көлемі, көркейе береді. Жоспары. Бірінші, қаланың сызбасын жасауға дайындық. Сызба ұсыну, сөзбен көркемдеу, жобаны қорғау. Қаланың сызбасын жасауға дайындық. Қалаға қажетті ғимараттарды жоспарлау, тұрғын үйлер, мектептер, саябақтар, сауда орталықтары, спорт алаңдары, қоғамдық орындар,
және басқа инфрақұрылымдар. Қаланың экологиялық таза болуын қамтамасыз ету үшін жасыл алаңдар, көгалдандыру мен жаңартылатын энергия көздері туралы ойлану. Сызбаны ұсыну. Қала сызбасын қағазға немесе компьютерде бейнелеп, әр ғимараттың орналасуын көрсетіп, басты көшелер мен алаңдарды белгілеу. Қаладағы көлік жүйесін, автобус аялдамаларын, веложолдар мен жаяу жүргіншілер жолдарын да көрсету. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.